Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Қазір достар, сіздерменен бір супер техникамен бөліскелі отырмын. Бұл супер техника, егерде сіздің жұмыстарыңыз тоқталып қалса, сізге ақша келмей қалса, сәтсіздік, сізге постоянно сәтсіздік, сізбен бірге сәтсіздікке ұшырап жүрген болсаңдар, немесе бір ауыз сөзбен айтқанда сізде барлық жаман болған жағдайда бұл тығырықтан шығу үшін жасалатын техника. Ол үшін бізге әдеттегідей осындай 3 тиын керек. Әртүрлі номинал, ол 100 теңге ма, 50 теңге ма, басқа ма бола береді. Тек осындай мынандай темір монета болу керек та, ол үшін. Анандай бумажный ақшалар жарамайды. Сондықтан достар, осындай 3 тиынды қолыңызға аласыңыз. Осындай 3 теңгені қолыңызға аласыңыз. Сізге перекрестік керек. Перекрестік деген ол жолдың 4 айрығы, міне мынандай осындай перекрестік керек сізге. Сіз мияқтан келесіңіз. Бұл жаяу жүргіншілер жолы болса да болады, немесе көлік жүргіншілердің жолы болса да болады. Осындай осы жерге келесіңдер. Қолыңызға, оң қолыңызға өстіп монетаны осылай, ақшаны бүйтіп осылай қысып ұстап тұрасыңыз да, мына дұғаны 3 рет оқисыңыз. Дамшарат жерис уздарим, шуфши дарит алайым деп осы 3 рет оқисыңыз да, мына перекрестік болса, осының ортасына қарай былай лақтырасыңыз да, перекресттің ортасына лақтырасыңыз да, дальше ізіңізге қарай емес, былай қарай кетіп, басқа жолмен үйіңізге келсеңіз болады. Бұл ақшаға артыңызға бұрылып қарамаңыз, тек прямо тіке кетіп, ақшаңыз тиынды лақтырып кетіп қалыңыз. Достар, сіздер ойламаңыз, сіздің сәтсіздігіңіз басқа біреуге жұғады деп. Еш ондай болмайды, ешқандай ондай ештеңе болмайды. Сондықтан артыңызға қарамай, бұрылмай, ар жақтан кетіп, басқа жолмен кетіп қаласыздар. Достар, осы техниканы міндетті түрде жасаңыз, көмегі өте күшті. Бұдан кейін сіздерге сәтсіздіктер барлығы жойылады. Бұны бірақ әдеттегідей 1 жылдың ішінде тек 3 рет жасауға болады. Одан көп жасауға болмайды. Одан көп жасасаңыз нәтижесі наоборот болады. Сондықтан тек жылына 3 рет жасайсыңыз. Достар, мына дұғаны дауыстап 3 рет оқисыңыз. Дұға комментарияға бекітіп қоямын. Бұл дұғаны сіздер сразу телефоннан оқысаңыз да болады, немесе жаңағы бір бетке көшіріп алып оқысаңыз да болады. Сәттілік достар. Егер де қадеріңізге жараса, лайк басып кетіңіздер.